Сәлем достар, менің атым Марал, менің сән каналыма қош келдіңіздер. Келесі бұл джинсылар, кең джинсылар. Деним матадағы ең сәнді маталардың бірі болып табылады. Дизайнерлер посадкасын төмен және өте төмен үлгіде киіңдер деп жатыр. Бірақ өз басым мұндай үлгіде джинсыларды кимес едім. Ортаңғы немесе жоғары посадкада жақсы үлгі деп ойлаймын. Ал енді екінші тренд бұл полный кожа. Кожаный көйлек, кожаный юбка, шалбар, рубашка, блейзер, тіпті пальтоға дейін. Үшінші тренд бізде мини. Дизайнерлер бұл жолы да посадкасы төмен юбкаларды ұсынуда. Ал егер сіз ондай посадкада кие алмасаңыз, бірақ мини киінгіңіз келсе, онда преппи стилінде киінгеніңіз дұрыс болады. Сол кезде сіз вульгарны көрінуден аулақ боласыз. Төртінші перчатки. Осы жылы күздің ең модный приемы бұл қолғаптар. Сіздің киім түсіңізбен сәйкес және үстіңгі киімнің түсімен бірдей болуы тіптен керемет болады. Келесі бізде колготки и кольфы. Түрлі түсті принтпен, өрнектермен, босоножкалармен киюге болады, және әрине басқа аяқ киімдермен бірге үйлестіріп киюге болады. Келесі косухи. Ешқашан трендтен кетпейтін үлгілердің бірі, тек бір размер үлкен алсаңыз болғаны. Келесі мех. Әрине натуральный мехпен қоғам алысуда, бірақ подиумдағы мехтар әрине натуральный болып келеді. Әркім өз талғамына сай киінеді. Келесі бізде макси пальто. Миди ұзындықтар максиға өзгеруде. Ары қарай 9-шы тоқылған киімдер. Әжеміз бұрындары тоқып беретін өрілген өрнектермен үлкен өрнектері бар, өрімдері бар. Бұл трендте ұзаққа барады деп бірақ ойламаймын. 10-шы кең иықтар. Оверсайз. Бұл бізбен ұзақ болады. Ал енді күзде одан сайын кең иықты жакет, пальто, көйлек, рубашка. Тек иығы кең болса болғаны. Ары қарай сәнге трендте айналған бұл макси юбка. 2022-2023 жылдың жаңа сәннің бірі. Базовый киімдермен кисек болады. Водолазка, рубашка, футболка, тағы басқа. Келесі бұл базалық майка. Бұл үлгідегі майка маскүнем майкасы деп те аталады, немесе майка алкоголичка деп аталады. Ары қарай бізде корсеты и бюсте сәнді киім үлгілерінің бірі. Как удобно, маған өзіме рубашкалардың сыртынан немесе жакеттердің сыртынан киюге болатын сәнді үлгінің бірі деп ойлаймын. Ары қарай бізде бомбері. Трендтегі сән үлгілердің жеңімпазы әрине бомберлер болып тұр. Жартылай спорттық киім болғанына қарамастан, бұл базалық сырт киім, сондықтан кез келген базалық киіммен кие аласыз, тіпті юбкамен де. Келесі бізде костюмдер. Уже нешінші жыл бізбен бірге сәннен түспей келе жатқан киім үлгілерінің бірі. Бұл тренд қазір. Ары қарай бахрома. Бірі ұнатар, бірі ұнатпас, бірақ бұл трендте және магазиннен көптеп кездестіресіз, сондықтан ойланып көріңіз. Менімен болғандарыңызға рахмет.